Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте дәмді, керемет болып шығатын ұйғыр самсаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырау шаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Және үстіне сары майымызды саламыз. Ұн мен майды біріктіріп араластырып аламыз. Яғни крошка дайындап аламыз. Менде жұмсақ сары май болды, қолыммен ұнға араластырып дайындап аламын. Ал егер сізде мұздатылған сары май болса, күштен араластырып дайындап алыңыздар. Енді ортасына ашып, жұмыртқаның екі сары уызын және бір жұмыртқаны бөлмей сары уыз мен ақ уызын саламыз. Және аздап тұз және айранымызды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Артық ештеңе қосудың қажеті жоқ. Осылай барлығын қолымызбен біріктіріп илейміз. Бізде осындай жұмсақ нәзік қамыр шығады. Илеп алған соң қамырымызды салафанға салып, 30 минутқа тоңазытқышқа салып қалдырамыз. Дайын болған қамырымызды алып, теңде екіге бөліп аламыз. Және қолымызбен осылай бір қайтара илеп аламыз. Енді қамырымызды алып, оны себе отырып, оқтауымызбен бір келкетіп, дөңгелетіп жайып шығамыз. Және осы самсаның құрамын описаниенің астына қалдыратын боламын. Осы астынан көрсеңіздер болады. Міне осылай жұқалау етіп жайып дайындап алатын боламыз. Енді алдын ала дайындап алған майымызды жартысын құйып, осылай щеткамен жақсылап барлық шетіне тигізіп жағып шығатын боламыз. Енді осылай қолымызбен бір шетінен бастап рулетик тәріздес етіп нығыздап орап алатын боламыз. Дәл осы қамырымызды 3 сағатқа, кем дегенде 3 сағатқа қойсаңыз, өте керемет болып шығады. Енді салмасын дайындап аламын. Салмасына менде тартылған сиыр еті және ұсақтап туралған пияз және картоп салдым. Картоп өте дәмді болып шығады. Картоп салсаңыздар да болады. Және дәміне қарай қара бұрыш және тұз салдым. Егер қалауыңыз бойынша зірей салсаңыздар да болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Енді барлығын бір келкетіп араластырып аламыз. Міне дайын болды. Енді қамырымызды алып, осылай қолымызбен бөліктерге бөліп алатын боламыз. Енді оқтауымызбен осылай барлығын жайып шығатын боламыз дөңгелетіп. Орташа қалыңдықта жайып аламыз. Міне осылай дайын болған қамырларымызды енді ортасына салмаларын барлығын салып шығатын боламыз. Мен әрқайсысынан бір ас қасықтан салып шықтым. Енді осылай барлығына салып болған соң қамырымызды түйетін боламыз. Қамырымызды алып, осылай жабыстырып, жақсылап қысып, қолымыздың бас бармағымызбен осылай айналдыра басып шығатын боламыз. Міне дайын болды. Барлығын осылай түйіп аламыз. Енді бетіне жұмыртқаның бір дана жұмыртқаның сарысын және аздап сүт құйып, жақсылап араластырып, осылай барлығын жағып шығамыз. Сонда беті қызарып әдемі болып түседі және әсемдігі үшін бетіне күнжіт сеуіп алдым. Енді алдын ала қызып тұрған пешімізге 180-200 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Міне көріп тұрғаныңыздай самсаларымыз әп-әдемі болып пісіп шықты. Дәмі де өте керемет, қамыры да үлпілдек, жұмсақ болып шықты. Сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Егер менің видео рецептерім ұнаған болса, арнама тіркеліп, қоңырау шалып басып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!